Қайырлы күн, балалар. Қазақ тілі пәнінен келесі сабағымызда бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның қызыл кітабы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты берілген мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаймыз. Екінші мақсатымыз құрылымын сақтап, хабарландыру жазамыз. Балалар, Қазақстан Республикасының қызыл кітабы туралы бұрын естігендеріңіз бар ма? Қандай мәліметтер білесіздер? Ендеше, қызыл кітап туралы берілген мәтінді оқып шығыңыздар. Қызыл кітап деген сөз тіркесі ғылымға 1966 жылдан бастап енді. Осындағы қызыл деген сөз қауіп төніп тұр деген адамзат баласына ескерту ұғымын білдіреді. Қызыл кітаптарға жер бетінде жойылып кету қаупі төнген және сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлардың түрлері тіркеліп, ондай түрлерді сақтап қалудың және қорғаудың қажеттігі ерекше атап көрсетіледі. Қазақстанның қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы шықты. Онда тіркелген жануарлар мен өсімдіктер түрлері туралы қысқаша қазақша, ағылшынша деректер берілген. Сонымен бірге әрбір тіркелген жануарлар суреті, Қазақстанның аумағында таралу картасы және ол туралы ақпараттар көрсетілген. Қазақстанда құстардың 58-і қызыл кітапқа тіркелген. Оларды адамдар көп аулайды. Сол себепті азайып барады. Қазір олар қорғауға алынған. Қазақстанның қызыл кітабына өсімдіктердің 307 түрі кірген. Қызыл кітапқа қазақ жеріндегі барыс, аққу, бүркіт, бірқазан, тырна, қызыл қасқыр және тағы басқа аңдар мен құстар да тіркелген. Ғылыми техникалық прогресс адамдардың қолына табиғат әлеміне әсер ететін күшті құралдар берді. Бұл құралдар қаншалықты пайдалы болса, соншалықты зиянды. Адамдар көбінесе кейде түсінбей, кейде салақтықтан, табиғатты қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт қажет болатынын ойламастан, оған қалай болса солай қарайды. Осының бәрі сирек кездесетін көптеген бағалы аңдар мен өсімдіктердің құруына әкеп соғады. Балалар, енді осы берілген мәтіндер бойынша тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырмамыз берілген мәтінді мұқият оқып, 3 негізгі және 3 қосымша ақпаратты теріп жазамыз. Өткен сабақтарда өткеніміздей, негізгі ақпарат дегеніміз бұл біз мысалы қызыл кітап туралы оқыған мәтіннің ішіндегі басты ақпараттар. Мысалы, Қазақстанның қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы шықты. Бұл негізгі ақпаратымыздың бірі. Ал енді қосымша ақпарат, сонымен бірге әрбір тіркелген жануарлар суреті, Қазақстанның аумағында таралу картасы және ол туралы ақпараттар көрсетілген деген сөйлем, бұл қосымша ақпарат. Яғни, қосымша берілген мысалдар, деректер, дәлелдер жатады. Балалар, осы берілген мәтінді өздеріңіз оқып шығып, ішінен 3 негізгі және 3 қосымша ақпараттарды табыңыздар. Келесі оқу мақсатын орындайық. Хабарландыру дегеніміз мекемелердің, ұйымдардың атынан оның мүшелеріне алдағы болатын іс-шаралар туралы хабарлап жеткізетін іс-қағаздың бір түрі. Әдетте біз хабарландыруларды мектептің қабырғаларынан жиі көреміз. Яғни ол жерде белгілі бір болатын іс-шара туралы немесе әртүрлі шақыртулар жазылады. Оның құрылымы төмендегідей. Біріншіден, құжат атауы беріледі. Екіншіден, негізгі мәтін беріледі. Үшіншіден, осы хабарландыруды таратқан бөлімнің атауы немесе мекеменің мекенжайы мен байланыс мәліметтері беріледі екен. Мысалы, хабарландыру бұл құжаттың атауы.
Құрметті 5-ші сынып оқушылары. Табиғатты қорғауға байланысты жарық көрген Экософия немесе Киелі табиғат атты кітаптың тұсаукесеріне шақырамыз. Яғни бұл негізгі мәтінді айтып жатыр. Бұл кітап әр жануар мен табиғаттағы тіршіліктің киесін ұғындыруға қызықты аңыз бен әңгімелер топтамасын ұсынады. Енді біз 3-ші бөлігіне көшеміз хабарландырудың. Ол өтетін орны немесе хабарландыруды берген мекеменің атын жазуымыз керек. Өтетін орны Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебінің кітапханасы. Уақыты 21 қараша 2020 жыл. Асығыңыздар, пайдалы мәліметтен құр қалмаңыздар. Балалар, осыған сәйкес қызықты кейс тапсырмасын орындайық. Сендер қызыл кітап туралы сыныптарымен бір шара өткізуге дайындалып жатырсыңдар делік. Қандай шара өткізетіндеріңді өздерің таңдаңдар. Өздерің алдымен қызыл кітапта не туралы жазылғанын біліп алыңдар. Одан кейін осы туралы хабарландыру жазып, басқа достарыңды шақырыңдар. Жоғарыда айтқандай оның құрылымын сақтауды ұмытпаңдар. Тапсырманы фотошоппен немесе суретпен қағазға орындауға болады. Сабағымыздың қорытындысы, яғни бағалау. Балалар, егер 8-10 балл алғыларың келсе, негізгі және қосымша ақпараттарды дұрыс тауып, 3-еуін жазамыз. Құрылымын сақтап, түрлі формада бір хабарландыру жасаймыз. Ал егер 5-7 балл аралығында алғыларың келсе, құрылымын сақтап, түрлі формада хабарландыру жасасаңдар болады. Ал енді 3-4 балл аралығында балға қол жеткізілгілерің келсе, онда тек берілген мәтін туралы түсінік айтып, хабарлама жіберіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.